Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі наурыз көже дайындау жолын көрсетемін. Қазанға суды құйып, ет пен қазы-қартаны 2-2,5 сағат аралығында қайнатып аламыз. Етті бөлек алып, майдалап турап қойдым. Сорпаны толықтай қайнатып алдым. Үстіне жуылған бидайды салып, 30 минут қайнатып аламыз. Бидай қайнап жатқанда кеспесін дайындаймыз. 1 жұмыртқаға 100 грамм ұн кетеді. Мұнда менде 2 жұмыртқа, 200 грамм ұн және шым-шым тұз салып араластырып, барлығын қамыр илейміз. Қамыр қатты болуы керек. Жақсылап илеп 10 минуттай демалдырып қоямыз. Шамамен 20 минут өткеннен кейін сорпаға кішкентай 4 бұрышты етіп туралған картопты саламыз. 20 минут аралығында қайнатамыз. Демалып болған қамырды дөңгелек етіп өзімізге ыңғайлы етіп аламыз. Сосын оқтаумен қалыңдығы 1 мм етіп жаямыз. Қамыр қатты болғандықтан қолдарыңыз ауырып кетуі мүмкін, бірақ шыдаңыздар, қамыр соған лайықты. Қамырды ұзыншалап кесеміз, басынан бастап жұқалап кесіп шығамыз. Видеода уақыттарыңызды көп алғым келмейді, сондықтан кесіп, дайын кеспені сіздерге көрсетейін. Егер қамыр кішкене бір-бірімен жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Сорпаның дәмін көріңіздер, тұзы жетіспей тұрса, кішкене тұз салыңыздар. Жаңағы етті саламыз, сосын үстіне кеспені саламыз. Екеуін 10 минут аралығында орташа отта бетін жауып қайнатамыз. Бөлек ыдысқа 2 ожаудай сорпа құйып аламыз. Үстіне езілген құрт саламыз, немесе қатық саламыз. Менің жағдайымда қатықты салдым. Сорпа мен қатықты езіп, жақсылап араластырамыз. Содан кейін барып үлкен кастрюльге құямыз. Қатықты бірден салып жіберсеңіздер, араластыру қиынырақ болып қалады. Осымен біздің қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже дайын болды. Айта кету керек, нағыз наурыз көже тек осы әдіспен ғана әзірленбейді. Еліміздің әр өңірінде тұрғындар әртүрлі тәсілмен даярлайды. Наурыз құтты болсын, отбасыңызға бақ-береке алып келсін.